Сәлем достар. Кейбір адамдар егіз болса, ал кейбіреулері өзіне ұқсайтын адамды басқа жерден тауып жатады. Ал бүкіл табиғатты гүлдендіріп, барлық адамзатты құшағына сыйдырып отырған планетамыздың егізі бар ма? Сізбен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін планетамыздың егізі аталып кеткен Глория ғаламшары жайлы айтатын боламыз. Егер біз күн жүйесіне қарайтын болсақ, онда зерттелінетін басқа ештеңе жоқ сияқты деп ойлаймыз. Жер шар тәріздес, күн жүйесінде 8 планета бар. Жер күнді айнала отырып, өз орбитасынан да айналады деген ілімнің бәрін де білеміз. Бұлайша айтқанда, біз өзімізге қажеттінің бәрін де білеміз деп ойлаймыз. Бірақ тылсым галактиканың бізден жасырғандары да бар екен. 1666 жылы Париждік обсерваторияның директоры Жан-Доминик Кассини Венераға, яғни шолпан ғаламшарына зерттеу жүргізді. Бірде астроном телескопқа көзін сала бергенде өз көзіне өзі сенбеді. Венераның ар жағында жердің көлеміндей жарты ай тәрізді күнмен шағылысқан дене айқын көріне бастады. Белгісіз планета бірнеше күн бойы қозғалыссыз болды. Ал содан соң күннің артына қарай жасырына бастады. Зерттеулерге сәйкес жерге ұқсас экзопланеталар көп болып шықты. Мүмкін өзге ғаламшарлықтар Глория ғаламшарында өмір сүріп жатқан болар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Өз ойыңызды пікір алаңына жазып кетіңіз. Ал видео ұнаса лайк басып, осы видеоның астындағы подписаться деген қызыл мәзірді басу арқылы арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз. Сізбен бірге болған дұрыс қадам арнасы. Келесі видеода кездескенше.